Достар, көріп отырғандарыңыздай, қазір кеште адамдар не істейді? Кеште қорқынышты видеолар қарайды. Бүгін біз сол қорқынышты видеоларды Ерасыл Туб арнасынан көретін боламыз. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрған Қалам. Бүгін, қорқынышты бір видеоны көретін боламыз. Видеоның атауы YouTube'тағы ең қорқынышты және жұмбақ видеолар. Достар, лайк басамыз, арнаңызға, мысалы біз реакциямызға кеттік. Ал достар, видеоны қостым, қызықты болады деген ойдамын. Ескерту, бұл видеоны 16-ға толмаған балаларға және достар, егер сіздер психикаңыз жаман болса, немесе 16-ға толмаған болсаңыздар, бұл видеоны қарама қойыңыздар достар, және бұл реакцияны да қарама қойыңыздар, өйткені бізді достар жесткий контент көретін боламыз қазір. Көрейік ал. Және жүрегі әлсіз, Сәлем достар, маған өжіліп тұрған жоқ достар. Бүгін біз сіздерге YouTube'тағы ең қорқынышты үрей туғызатын және де жұмбаққа толы видеолар көрсетеміз. Сіз ойлап отқан шығарсыз, басқа просмотр үшін жасалатын видеолар секілді. Ойбай, мынаны қара, камераға бүжай қылтиып қапты. Ой, ана бүжайды қара, бүжай ұшып жүр. Бүжайлер дискотека ұйымдастырып жатыр. Жоқ. Біз сізге осындай видеоларды көрсетпейміз. Тек шынайы оқиғамен, шынайы фактілерге негізделген және де шын болу мүмкіндігі өте жоғары видеоларды көрсетеміз. Онда дайын болайық достар, кетпейік. Көріңіз. Шамалы рекламадан кейін видео басталып жатыр. Көреміз сал. Pretty Woman. Эдуард Мускер. She's a shall know. Маған аптыраған жоқ мына шал. Жарым болып кетпейінші осы видеоны қарап. Бұл бейнероликті көргеннен кейін сізге қандай сезім туындады? Біреуіңіз бұл не деген бір түрлі қорқынышты шал деген шығарсыз. Үрпиген ақшашы, айналасы көгерген көзі мен бір түрлі қылықтары денені тітіркендіреді. Ал бірақ біреулеріңіз, қойшы, мына әшейін бір шал билеп жатыр ғой деуіңіз де мүмкін. Бірақ мен сізге бұл видеоның тарихын айтсам, сіздің ойыңыз өзгеріп қалады. Тарихын тыңдайық. Бұл видеоның тарихын айтайын. Тарихын тыңдайық. Бұл бейнедегі шал 1932 жылы қыркүйектің 27-сінде дүниеге келген, ақш, Флорида штаты. Бұл шал тележүргізуші болған, бірақ ол 1986 жылғы жыныстық зорлау қылмысы бойынша заңға тартылып, бар мәнсабынан, бар статусынан айырылған. Және оған интернетті қолдануға тыйым салған, бірақ ол өзінің осындай видеоларын 2006 жылдан бастап YouTube'қа жүктей бастаған. Ал бұл видеода ол Pretty Woman, яғни сұлу әйел немесе тартымды әйел атты әнге билеп қуанып тұрғанын көруге болады. Сөйтсек, бұл шал өзінің кезекті қылмысын жасағай, өзінің құрбанын тауып, соған қатты қуанып тұр екен. Яғни айтқанда ол келесі бір азаматшаны зорлауға деген өзінің жоспарын құрған. Бірақ оны полицейлер интернет қолданғанын біліп ұстап алған, және де оның сұмдық жоспарын біліп, оны 2010 жылы 5 жылға бас бостандығынан айырған. Сөйтіп ол Эдуард Мускер 2012 жылы түрмеде көз жұмған. Бұл видеоны көріп әшейін бір видео деуіңіз де мүмкін. Ал бірақ оның артындағы тарих бұл видеоны кәдімгідей қорқынышты қылады. Достар, мен шалды көргім келмес еді. Baby loud, a lot, дейді, окей? Блин, навіть жын кетмен. Oh my god. You're listening to Baby Laugh. Oh my god. She's the funniest dog you've ever seen. Менде құлағына бақырып отыр. Just push the button and she starts to giggle. Йо-майо, қорқынышты екен шынымен де. Ремко деген компания 1971 жылы Baby Laugh Loud деген ойыншық қуыршақты жасап шығарады. Бұл қуыршақтың ерекшелігі ол тоқтаусыз мыстан секілді күледі. Және оның жарнама бейнеролигі интернетке жүктелген. Бұл видеода қуыршақ мыстан секілді күле бастағанда, балалар онымен бірге күле бастайды. Бұл компанияның ойы балалардың көңілін көтеретін ойыншық жасау болған. Қайда көңіл күйін көтеру? Бұл қуыршақты ойнамақ түгілі жарнамасын көріп-ақ қана күлкіден айырыласың. Соң айтам, қайдағы күлкі қорқыныш сияқты. Анализ Мишель дейді, алды көрейік ал. Маған ұнап тұрған жоқ мына видео. Не мынау? Сүйет тұрналар. О май гад.
Бұл видеода көргеніміздей алғашында екі католик пастер бір төсекте жатқан қыздың жынын шығаратын дем салып кетіп қалады. Ал қыз жалғыз қалғаннан кейін өз-өзімен күле бастайды және өте жуан дауыспен күледі, тап бір үлкен ер адам күліп жатқандай. Ал енді бұл видеоны кім түсірді, не үшін түсірді, қайда түсірді, қашан түсірді, бәрін айтайық. Бұл бейнедегі Анализ Мишель деген қыз 1952 жылы дүниеге келген, Германия Клингенберг қаласы. Анализдің отбасында ата-анасы және де 4 қыз бала болған. Және бұл отбасы дін ұстанушы отбасы болған, үнемі шіркеуге баратын, католик ұстанымдарын қатты ұстанатын. Анализ кішкене кезінен бастап қарапайым қалыпты қыз бала болған, ешқандай артықшылығы, ешқандай артық ауыз қылығы болмаған. Бірақ та Анализ 16-ға толғанда біртүрлі нәрселері бола бастаған. Яғни 1968 жылы Анализ өз-өзінен себепсіз бір-екі рет талып құлап қалған. Әрине, сол сәтте ата-анасы Анализді дәрігерге апарған. Қанша зерттеу алса да Анализ сап-сау болып шыққан. Одан барлық бәле басталады. 4 жыл өткеннен кейін Анализ үнемі есігінің немесе терезесінің алдында біреу есік қағып тұрғанын айтатын болған. Және үнемі Анализ ата-анасына әйнек, айна секілді нәрселерге қараса, шайтан секілді қорқынышты нәрсенің бейнесін көретінін айтқан. Одан Анализдің бір қолы ісініп, денесі көгере бастаған. Әрине, бұндай сұмдықтарда дәрігерге бармаса болмайды ғой. Бірақ осы жолда қанша зерттеу алса да еш диагноз қойылмады. 21 жасқа толған Анализдің жағдайы тіпті ауырлады. Анализ өз-өзін ұрадым болған, басқаларды ұрадым болған және өзінің денесін өзі басқара алмайтын болған. Одан Анализдің ата-анасы Анализді дін жолымен емдеуге көшеді. Сол кезде Анализге қандай да бір жын шайтан, не болмаса бір тылсым күштің әсері болғаны белгілі болады. Қанша рет пастер өзінің ритуалдарымен емдерін жасаса да, жағдай тіпті ушығады. Анализдің дауысы біртүрлі болып, өзіне ғана емес, басқаларға да зиян тигізетін болған. Үнемі, мен сайтанды көріп тұрмын, сайтан билеп жүр, сайтандар мені биге шақырып тұр, билейін ба деген секілді сөздерді үнемі айтатын болған. Және де Анализ адам секілді тамақтанғанды қойған. Құрт құмырсқа болса аузына салып жеп қояды, ал басқа нәрсені аузына салса да күшпен жегісте де құсып тастайды. Осылай Анализ адам қалпынан бір-бірлеп айырыла бастайды. 1976 жылы Анализ өкінішке орай көз жұмады. Қайтыс болу себебі аштық, яғни адам ағзасына су жетіспеуінен болып Анализ көз жұмған. Анализ көз жұмбас бұрын 36 килограмм ғана болған, 24 жаста. Және оған 100-ге жуық экзорцизм ритуалы жасалған, бірақ еш нәтижесіз. Біздің көрген видео сол пастердің экзорцизм процесін түсіріп алған видео болатын. Йошолук. Окей. Қазір біз көрсетілетін видеоның шын өтірігін білмейміз, бірақ видеоны көріп сараптайтын боламыз. Бұл видеоны себепсіз топқа қосқан жоқпыз. Луан деген жігіт өзінің баласымен Йошолук деген TikTok аккаунтқа видео түсіретін. Мексика қаласы. Ол өзінің үйінің бірінші қабатына кішкене дүкен жұмыстататын, ал екінші қабатқа өзінің 2 баласымен жұбайымен өмір сүретін. Бірақ 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Йошолуктың TikTokында бір түрлі видеолар түсе бастады. Луанның баласы үнемі бір кішкене баланы көрдім, немесе әне жерде әйел адам тұр деген секілді сөздерді айтатын болған. Осылай олардың үйінде бір түрлі нәрселер орнала бастайды. Сол кезде Луан үнемі телефонмен видео түсіріп жүрген. Ал енді сол видеоны көрейік. Ahorita porque se está escuchando algo en el closet. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué se abrió? Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. ¡Se asomó alguien! Alúzame. Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada. No sé. ¿Sabes qué? Ё-моё! Vamos con los niños. Трэш. Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños. Видеоны көргенде әрине қорқынышты бір түрлі болды, бірақ нағыз қорқыныштысын видео түсіргеннен кейін байқаған. Видеода көріп тұрғанымыздай Луанның түнде тоқылдатқан дыбыстан оянады. Сөйтіп ол телефонмен видео жаза бастайды және шкафынан тоқылдаған дыбыс шығып тұрады. Біраздан кейін шкафы өз-өзінен ашылып кетеді.
және біз киімдердің арасынан бірдеменің қозғалғанын байқаймыз. Осылай Луан Ё-моё. видеоны жақсылап тексеріп қараса, әлгі қозғалған киімнің арасында бір түрлі нәрсенің бейнесі түсіп қалған екен. Баспаняну. Адам секілді бейнелі өте қорқынышты бірдеме. Бец, мен даяр едім сразу андайды көрсем. Бұл олардың жалғыз түсіріп алған қорқынышты видеосы емес. Бұл оқиға жалпы көпке созылады. Бұл видеоларды өтірік деп айту өте қиын. Өйткені нағыз профессионалдардың өзі бұл компьютер графика болуы немесе CGI болуы өте Постановка қиын емес пе деген. екен? Бұл оқиғаны және бұл істерді көп адамдар зерттеп араласып көрді. Бірақ ешқайсы өтірік деп айта алмады. Өйткені өтірік деуге негіз жоқ болды. Жалпы бұл оқиға жайлы жеке бір видео дайындауға болады. Өте қызықты тақырып. Бірақ біз видеоны осы жолы аяқтаймыз. Неге? Өйткені бұл видео тек қорқынышты видеолардың топтамасы. Бітті ма не видео? Мына оқиғаны толық ары қарай зерттеп Жақсы болды достар, біткені. Өйткені достар, реально шын айтайын. Ешолықты көргім келеді деп жазыңыз. Және В общем, давайте көрейік, шынымен де қызықты историясы Ешуолук па қалай? В общем, Ерасыл, давай күтеміз сенен Ешуолуктың бөлек видео түсіруіне болады. Жалпы қызық тақырып сияқты, шынымен де толықтай разбор жасасам болады. Әрине біз соған кейін реакция түсіреміз, қанша жерден қорқынышты болса да. В общем, достар, все болды, көріп болдық. Жарайды бүгіндікке қорқынышты видеоларды. Что-то реально, достар, мен даже шамалы кішкене қорқып бастадым даже. Ал осымен, достар, онда мен реакциямды аяқтаймын. Лайк басамыз, артынан жазыламыз, келесі кездесеміз. Давайте, достар, сау болыңыздар.